құс болып сайрап бер, тауық бол, издеваться етіп. Қарашқан дейді. Гитараңды алып ал дейді. 4-5 ай әбден таяқ жедік қой. Жылағаным бар. Оны Медеу Арынбаев көрді сол жылағанымды. Малой, не трогайте малой деп. Сондай сұрақ қоюға бола ма адамға? Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Сәлем достар, бүгін менде қонақта. Жүрегі өзінен үлкен, талантты да, әрдайымды көңіл күйде жүретін Сейфуллин Жолбарыс. Қалай, көңіл күйің қалай? Рахмет, жақсы. Жағдайың қалай? Сен шақырған кезде сразу көңіл күйіміз биік болып келеді ғой. Жарайсың. Енді бүгін менің көрермендерім сенен бір жақсы бір сұхбат күтеді, өйткені біз сенде әрдайым көңілтеріңкі көңіл күйде жүрген, уайым қайғысы жоқ, сондай бір жарқыраған Сейфуллин қылып көреміз, бірақ сенің жүрегіңде не бар екенін, сенің санаңда, сезіміңде не бар екенін бүгін біз ақтарамыз. Шығарасың ба бәрін? Шығарамыз, Алла берді. Шығарайық. Енді мен сені сонау 1993 жылы Жас қанаттың сахнасынан білемін. 25 жыл болыпты ғой. Сол кезде сен бір Қазақстан эстрадасына жаңа леп, жалындаған жас музыканттар өзінің бір менмін деген бір сондай бір өздеріңді көрсеттіңдер сол кезде. Бір жаңа леп болып келдіңдер эстрадаға. Енді менмін деп ойлаған жоқпыз. Музыканы жақсы көргендіктен сөйтіп көрінген шығар. Солай көріндіңдер. Енді біз музыкант болғандықтан соны байқадық. Бірақ бірнеше жылдан кейін сол 90 жылдардың аяғында 97-те ғой. 90 жылдардың аяғында сен Қазақстан группасы емес, Сейфуллин Жолбарыс болып бөлек шықтың. Себебі неде? Және де қалай бүгінгі күні сол өзіңнің сол бірге өскен музыканттарыңның жағдайы қалай, қайда жүр, тағдыры не болды? Енді Қазақстан тобыдан кеткен себебім, ол кезде біз Түркістанда едік қой. Одан кейін Қазақстан тобы енді жаңа Жас қанат, халықаралық Азия дауысы біз белгілі болдық. Белгілі топ болдық. Одан кейін жаңағы ауылда жүргеннен кейін мен айттым, біз Алматыға бармасақ, біздің тіршілігіміз бәрібір алға қарай жүрмейді. Себебі біз 93-тен 97-ге дейін 4 жыл ауылда жүрдік. Отырып қалдыңдар? Отырып қалдық, былай айтқанда. Жаңа белестерге барғың келеді, жаңа белестерді алғың келеді. Енді Жас қанатпен Азия дауысына шықтым болды деген әңгіме жоқ қой жерде. Сондықтан топтан кеткен себебім, топтағы жігіттер Алматыға келгілері келмеді. Оны әрдайым айтып жүрем, өздері де біледі. Бірақ жігіттердің жағдайы жақсы. Біреуі бизнеспен айналысады, өзінің сол негізі өзінің профессиясында. Екі жігіт, біреуі жаңағы асаба. Ол да өзінің несінде жүр, сол өзі сөзге шебер жігіт еді. Ол тамада асаба болып кетті. Біреуі өзінің тобы бар қазір Құрбаған Шымкентте. Серік Батырбек деген клавишінің өзінің тобы бар. Ерғазы марқұм өзің білесің, ол сол 97 жылы сол мен топтан кеткен жылы қайтыс болды ол авариядан. Сондықтан қалғандарым бәрі сол ауылда қалды. Мен бөлек шыққан себебім сол топ бері қарай келмейміз деді. Содан кейін онда топ сендерде, мен өзімен өзім кетем деп келдім. Қазақстан тобын Түркістанға қалдырып, Сейфуллин Жолбарыс Алматыға келіп, Сейфуллин Жолбарыс болып қадам бастың. Ал енді қандай қызықтар, қандай кедергілер болды өміріңде? Енді Қазақстан тобынан кеткенде топқа да үйреніп қалады екенсің. Жанұяң сияқты бір қиын болды. Сахнаға шықсам, қасыңда адам іздейсің де, ана оғаяқта, мына оғаяқта. Ешкім жоқ, бір өзің секіру керек, бір өзің жаңағы халықты қарату керек. Басында жаңағыдай топсыз қиын кездер болды. Мен енді Алматыға келіп, мемлекеттік гүлдер ансамбліне кірдім. Ақжол ағамыз шақырып, айтып кету керек, ол кісіні ұмытпай. Ақжол Мербеков ағамыз шақырумен келдім. Мен ансамбліме кел, мемлекеттік егер ақыр кетіпсің Қазақстан тобынан. Ол кісі Қазақстан тобында шақырды негізі. Гүлдер ансамбліне, жаңа гүлдер ансамбліне Қазақстан тобы болып жұмыс істейсіңдер деп. Олар келмегенде мен келдім. Енді сол гүлдер ансамбліне келдік та, жаңағы жеке өмірім сол жерден басталды, гүлдер ансамблінде басталды. Бірақ келе салып, жаңа Сейфуллин Жолбарыс деген бірден болған жоқ. Себебі Қазақстан тобынан кеткеннен кейін қайтадан бастау керек болды. Бәрін қайтадан әндер жазып, өзімнің жаңағы жеке әндерімді жазып. Енді Қазақстан тобында да мен жазатын едім ғой бәрібір. Сол әндер бәрібір.
бірақ Сейфуллин Жолбарыс дегенде де өзіндік бір әндерім болу керек болды да. Сол Гүлдер ансамблі бастадым. Енді қиын әрине, Алматыға келгенде, Жеңіс, сен өзіңде Алматыға қалай келдің? Сен енді біздің алдымызда келе жатқан локомотивсіңдер ғой сендер, енді сендер акула деймін ғой сендерді. Сендер бәрін көріп қойғансыңдар біздің алдымызда. Біз енді сендерден кейін келіп, Алматының қиыншылығын, Алматыда Москва сияқты, Москваны айтады ғой, ұнатпаған тегіп шығарады деп. Алматыда сондай қала. Ұнамасаң Алматыға кіре алмайсың. Басында қалаға, осы Алматыға үйренудің өзі қиын болды. Жаңағы, мысалға, бізде Шымкентте бәрі арзан ғой, соған үйреніп қалғанбыз ғой, азданшылыққа. Мына жаққа келсек, бәрі қымбат, жетпейді. Жатақханада тұрдым бас жағында, кейін пәтер жалдайтын болдық. Ең қиыншылығы сол ғой, енді оның бәрі, сол кезде бәрі сондай көрді деп ойлаймын, жалғыз. Мен оны да айтып кетейік, жалғыз мен емес, оны көрген. Барлық біздің замандастарымыздың бәрі сондайды көрді. Енді Гүлдер ансамбльде жұмыс жасап жүрсің, өзіңді ізденіс үстіндесің. Осы гастрольдік сапарларда бір есте қалатын, бір ессіз бір өзіңнің жасаған бір қылықтарың болды ма? Енді бір ай сол кезде жынды екенмін ғой дейді, дурак болыппыз ғой деп айтады ғой. Ондай болды. Гастрольдік сапарларда. Мен Қазақстан тобымен біз енді белгілі болдық та, ол кезде екі ақ канал ғой, Москва және Қазақстан ұлттық арна көрсетеді болды ғой. Сонда енді бәрі таниды, жұрттың бәрі. Енді жаңағыдай өзімше болып кеттік па, балалық сахна. Бір күні Түркістанда концерт қоятын болдық, Қазақстан тобы деп. Бәріміз 20-дағы балдармыз, 19-да, 20-да. Соның біреуі шығарды Қазақстан тобының ішінде, жаңағы клавишник па шығарған Серік. Сағыз шайнап шығамыз сахнаға деді. Сосын мен айттым, қалай сағыз шайнап шығамыз? Шетелдің группаларының бәрі сағыз шайнап шығады. Сахнаға бесеуміз де сызсақ. Айтпайсың ба? Ән айтамыз. Шайнап. Жоқ, ән айтқанда ол кезде жаңағы Серік Батырбеков деген ғой әншіміз. Ол кезде мен әнші емеспін ғой. Әлі Қазақстан тобында мен бір-екі ән айтам, қалған бәрін жаңағы Серік Батырбеков деген жігіт айтады. Соны сағыз шайнап шығасыңдар деді сендер. Сонда сахнада күшті көрінеді, дерзкий көрінесіңдер деді. Сонымен Түркістанда ойлай берсеңіз, халық толып отыр залда. Сағыз шайнаған 5 жігіт. Шайнаң. Есімде қатты қалып кеткен сол. Бір апай келіп ұрысқан еще. Ұялмайсыңдар ма мыналарың? Сендерді бір елге танымал деп шықты. Ой, апай сіз түсінбейсіз, шетелде бәрі шайнап шығады. Вот Қазақстан тобындағы ең есімде қатты қалып кеткен сол. Мен сол кезде бірақ тәрбием жібермей тұр. Мен айтып жатыр, мен сағыз шайнауға болмайды, керек жоқ. Біз ол шетел, біздің ел басқа ғой, біздің менталитет басқа, Жеңіс өзің білесің. Біздің қазақтарға ондай жақпайды. Қоймады жаңағы клавишник, әбден шетелдің музыкасын тыңдап өскен. Күшті сахнада дерзкий көрінесің деді. Бесеуміз де сағыз шайнап шыққанбыз. Әбден ұрыс естігенбіз, сосын айқай. Мысалы, мен қазір саған қараймын, сен расында да таза жаның да, табиғатың да, көз қарасың бәрі музыкант. Бұл сен Алладан берген өнерің. Ал егер де сен өнердегі адам болмасаң, басқа қандай маманы иесі болып өзіңді елестетесің? Мысалы, болады ғой? Негізі бала кезімде жаңағы не жазғанбыз, әдебиетте шығарма жазғанбыз, кім болам деген. Сонда бала кезімдегі шығармам бірінші білесің ба, не деп жазғаным Жеңіс? Комбайнердан ұрыптым ғой, комбайнер болам деп. Онда соған қарағанда бидай күріш шығармамда ма, кім болам дегенде комбайнер болам деп ұрған ғой жаңа. Оны жазғанда бірақ апайым әлі күнге дейін айтады. Сонда оны кәдімгі роман қылып жазған ғой. Шығарма деген өзің туралы жазасың ғой. Ал мен бір кейіпкерді алғамда комбайнер жолда келе жатып, комбайны бұзылып, содан көшеде бір адамды тауып алып, ол оған көмектесіп, сөйтіп комбайнын жөндеп, қайтадан қырманға кетті деген кәдімгі роман жазып жіберген ғой, шығарма емес. Сол кезде жаңағы кейін аранжировщик болып кеттік қой, мен айтам, сол кезде менің аранжировщик деймін бар еді деймін да, өңдеуші болатын жаңағы талантым сол кезде бар еді деп. Соны өңдеп комбайнер боламын деген. Одан кейін 5-6 класста жазушы боламын деп жазғам. Ақын жазушы боламын деп. Одан өсе бір 7-8 класстарда негізі тарихшы болуды армандадым. Тарихты әлі күнге дейін жақсы көремін. Тарих сабағының мұғалімі боламын деп армандадым негізі. Соны ойлаймын, жаңағы музыкант болмасам, жақсы тарихшы болар едім. Тарихшы, мұғалім, мұғалім, ақын, жазушы. Бірақ оның бәрі сенің бойыңда бар ғой. Сол бой туралы айтады ғой, сенің қасында тұрғанда. Сейфуллин, осындай бойыңды, мен айтамын, жоқ, мен кішкентай емеспін, Жеңіс просто ұзын деймін да. Мысалы, көрерменге өте қызық. Осы көрермен үшін әрбір өнер адамы бір кемшілігі жоқ адам сияқты, ой, олар керемет, олар мықты деп көреді ғой енді. Өнерлі, арман жоқ,
сен өзіңнің бойыңдағы өзіңе ұнамайтын қандай қасиет бар? Әдетте бар, қасиетте бар ғой енді. Әдетте армиядан қалып кеткен қолымды бүйте беремін. Келіншегім айтып отырады. Армияны ұмытсайшы болды. Ана баяғыда китель киеміз ғой, жағасы мешет етеді, соң иығымызды бүйте береміз, ремень жөндей береміз. Әлі сол қазір ремень тақпасам да жаңағы мына кофтамен отырсам қолым жаңа бір күні жасамаймын қолымды болды бұндайды істемеймін деп қалтама салып отырғам. Сөйтсем қолым қалтамда тұрған күйінше бүйтеді ғой қолым. Сондықтан жаман әдет сол мен иығымды бүйте беремін. Армиядан қалып кеткен әскердегі киімнен пайда болған нәрсе. Енді ана әскерден кеткелі 30 жыл болды ғой. 30 жыл қалып кетті ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп, әдет қалып кетті. Қасиет енді сол әдет қой. Иә, жоқ, енді қасиет туралы айта берсем, ондай көп, оны енді айтпай-ақ қояйын. Жаман қасиеттің бірі жалқаулық. Жалқаулық жоқ менде. Сенде жалқаулық жоқ. Мен себебі әкеміздің тәрбиесі солай болды. Ауылда жаңағы жұмыс бар болсын, жоқ болсын, азан мен таңертең 7-те тұрғызуды үйретіп қойған бізді. Өте дұрыс. Тұр дейді, біз айтамыз, көке жұмыс жоқ қой, тауып беремін қазір, тұрыңдар дейді. Солай үйретілген. Жалқаулық жоқ, мен де жұмыстан қашпаймын. Қандай жұмыс болса да дайынмын. Енді әрине ауыр жұмыстарға нем жоқ, енді оған икемім жоқ, ауыр жұмыс, там үйдің жұмысы. Сен ауылдан шықтың ғой, қалай ауыр жұмысқа жоқсың? Мен даже шөп орға барғанда ағаларым шөп орады да, мен гитарамен өлең айтып отырамын да. Сөйтіп құтылып кететін. Ол шөп оруға деген үлкен үлес қой. Иә. Олар көңілге мен ағамның өзі айтатын тұғын. Қаратышқан, мен нем ғой, ауылдағы кличкем Қаратышқан. Қаратышқан дейді, гитараңды алып ал дейді. Шөпке барғым келмейді, мен бармай қояйыншы деп жылаймын ғой жаңағы. Сен дейді гитараңды алып ал, уайымдамашы дейді. Мен гитараңды алып аламын, сосын орып атады. Давай енді ұра бер дейді. Іздегенде табылатын қасыңнан. Жандосым ол кезде хит болып жатыр конкретно. Енді осы жерде сол гитараңды бекер тұрған жоқ, иә? Иә, гитарын енді. Біз былай жасасақ, бір мен өткенде сенің концертіңде болдым. Сол концерттен бір үзінді, бір жақсы, бір қазір көңіліңде жақсы орын алған бір тарта бергің келетін бір композиция бар ма? Соны бір ойнап жіберейікші. Иә. Сағыныш хат деп аталды. Бұл кімге сағынып жүргенде жаздың? Ой, армияда жүргенде кім сағынбайсың? Бәрін сағына бересің ғой. Сонда сен армиядағы жазылған? Әрине. Сен сонда көп кішкентай кезіңнен сондай сезімге толы. Армияда бірінші хатымды алған мезімде бір айдан кейін келген. Бір ай деген күттік қой. Ол кезде қазір хаттың да қадірі кетті ғой, мысалы қазір жаза саласың, тіпті алыста скайппен сөйлесе саласың, адам бірін-біріне сағыну деген қасиеттер кетіп баратыр қазір. Деп ойлаймын мен, адамзатта сағыныш деген кетіп баратыр. Мынау мысалға ол хаттың жаңағы қаламмен жазатын кездегі хаттар ол басқаша болады да. Және де оны айлап күтетін кезде. Иә, мен бірінші хатымды бір ай бұрын еще хатты тарататын почтальон жігіт еще әбден билетеді ғой хат келген кезде. Билеп бер, құс болып сайрап бер, тауық бол, издеваться етіп хатымызды алатын тұғымыз. Бірақ оқығанда жаңағы бірінші хатымды алғанда кәдімгідей көзіме жас келді. Ауылға барып келгендей болдым. Мен Архангельскте болдым ғой, себебі қатты алысқа кеттім. Шымкенттің, шырайлы Шымкенттің картадан көрдім ғой. Жеңіс, картадан көрсем, Ленинский комната деген болады армияда. Соны картадан қарасам, Шымкент жерінің асты екен, Архангельск төбесі екен ғой. Антарктидаға сәл қап тұрды, Архангельск деген. Соны айтып тұрмын ғой, шырайлы Шымкенттің ыстық климатынан кейін Архангельскке мұзханасында. Жаңағы күн суық ояқта, одан кейін белые ночи дейді. Жаздың күндері күн батпайды бүйтіп айлана береді. Ұйықтайтын кезде маскировка дейді, терезені түсіріп ұйықтайсың. Сол кезде шын мәнінде ауылды, Шымкентті сағынған кезде Қазығұртты тығылып алып жылаған күндеріміз болды ғой. Сол кезде шыққан. Енді қалай шықпайды, ол кезде еще армияның басы как раз таяқ жеп жүрген кездері бар. Күнеге түнде тұрғызып. Қарас, маған сенің осындай шындығың ұнайды да, шыншылдығың. Біздің заманымыздағы жаңа жігіттердің армияда қалай өздері ұрған ба бәрін?
бәрін өзі ұрған, бірақ өзін ешкім ұрмаған ба? Бәрі батыр. Ойбай, басындағы 4-5 ай әбден таяқ жедік қой. Енді тағы шынымен ол кезде кішкене бойым көмектесетін тұғын, малой, не трогайте малой деп жаңағы талып қалама деп қорқады ғой енді, қаттыра берсе. Ана үлкендерді қаттыра ұрады да, мен сәл ударларын жай жіберіп қояды. Мен өтірік қылап, әйтеуір жаңағы шықтық әйтеуір. Бірақ осы мен қайтадан гитара, сол қалай гитараны ойнайтынымды біліп, жаңағы үлкен жаңағы деттер дейді ғой кезде, аталарымыз, деды дейді ғой. Солардың мен гитараны ойнайтынын біліп, ақырында ұрмайтын болды мүлдем. Гитарамды өлең айтқызбай, шөпке барған сияқты ғой. Мектепте ағаларым гитара ойнатып қойса, армияда да деттер маған гитарамды өлең айтқызып қояды. Басқа менімен бірге барған балдар пол жеп отырды ана жерде, жынданып қарайды маған. Мен ана жерде отырамын өлең айтып. Гитараның арқасында ояқтады. Қарап отырсам, сенің өмірің жаңағы қиыншылықтың өзін сен қазір сондай күліп, әңгіме айтып отырсың да? Енді қиналдық қой бірақ шынымен. Осы сенің өміріңнен алынған анекдот бар ма? Өміріңнен алынған, өзіңнің өміріңнен алынған. Мен енді анекдот емес, анда-санда жаңағы қазақтың мақалдарына қосып қоятын өзімнің сөздерім бар. Мысалға, енді білесің ғой, апамыз әрдайым мақалдап сөйлейді ғой. Жаңбырменен жерге көрер, батаменен елге көрер деп атса, жай қасына келем де, жұдырықпенен көзге көрер деген сияқты қосып жіберем да. Сондайларым бар. Жоқ, жаңа өзің әңгіменің басында айттың ғой, жазу қабілеті, ақылдық жазушылық қабілеті бар. Сосын жаңа рифмаға да жақынмын. Енді әскерде енді қызықтар. Енді мен қазір қарап отырсам, сенің өміріңнің өз анекдот сияқты ғой. Жаңа қиындықтың өзін сен күлкілі қылып айтып отырсың. Жаңа әскерде басында таяқ жеп жүрген кезде, сосын гитарамен өлең айтқызып қойып. Басында танысып, білгенше, үйренгенше таяқ жеп, түнде тұрғызады ғой, бір жаманы. Отбой дейді ғой, рота отбой дейді онда. Ол офицерлердің көзінше айтылатын нәрсе де ол. Отбой дейді, бәрі кроватқа жатып қалады. Сосын сағат 12-лерде рота подъем деген естесің. Түнгі 12-де. Не бір қызықтар. Енді армияға барған жігіттер мені түсінеді, бәрі біліп отқан шығар, қалай, не. Бірақ армияның бір қасиеті, армияға барған адамдар өмір бақи ұмытпайды екен, армиясын айта береді. Мен даже үлкен кісілермен, мысалға, Катяның папасының өзі қай жылдар армияға барған ғой, екеуміз отырып қалсақ, сол армия туралы әңгіме айтып кетеміз. Енді әрбір әскер көрген жігіттің өмірі мәңгілік не ғой? Ең қызық уақыты, ең үлкен мектебі ол әскер. Енді бір нәрсені көрдім де, мысалға, әскердің арқасында, жеңіс, мен неге бардым ғой? Ленинград дейді ол кезде, Санкт-Петербургқа бардым. Сөйтіп, ол кезде уличный музыкант деген көрмегім өмірімде. Бір виолончелист далада ойнап отыр. Сосын қасына барып, өзім виолончельді оқыған ғой, жеңіс, білесің ғой? Өзім по профессии виолончелистпін ғой. Соны виолончельді ойнап отқан екен, қызық бүйтіп қарап тұрмын. Анау кәдімгі ойнап отыр, несін ашып қойған, жұрттар ақша тастап жатыр. Ойладым, сосын сөйлесіп көрейінші, жағдайы қиын музыкант шығар, неғып бұл көшеде отырды. Жаңа музыкантпен сөйлессем, музыкант айтады, кәдімгі студент, Ленинградтың консерваториясының студенті, программасын экзаменға дайындалып отыр екен де ол. Сөйтіп маған айтады, мен не қыламын дейді, консерваторияда құр дайындалып дейді. Не жерде дайындалам, еще маған ақша тастап жатыр дейді. А бізде уличный музыкант десе жағдай жоқ деп ойлаймыз ғой, әрдайым солай. Ондай емес. Негізі уличный музыканттар бүкіл әлемдегі даже ол жағдай қиындығынан барып ойнап отқан жоқ ол жерде. Кейбір жаңағы атағы шыққан музыканттарда, Россияның музыканттары, әншілері шығып кәдімгідей ойнайды екен. Себебі Гребенщиков, Борис Гребенщиков дегеннің неде тұрып өлең айтқанын көрсетті өткенде. Мост переходтың қасында тұрып өлең айтып отыр. Әйтпесем, давно жағдай жақсы жігіт қой, бірақ сондайға барып тұр дегенде бізде сондай ойды бұзу керек деймін да, Қазақстанда да. Уличный музыкант десе, оның жағдайы жоқ деп ойлайды. Енді ана жігітке риза болған, программаны не қыламын, құрдан-құр дайындалып, ақша тастап отыр, еще дайындалып отыр дейді. Жалпы мен бүгін Сейфуллин Жолбарыстың өнер жолындағы, өмір жолындағы кедергілері туралы білгім келеді. Өйткені бізді көріп отырған жас, болашақта музыкант болғысы келетін, әнші болғысы келетін жастарға сынып қалмау үшін. Олар ойлайды ғой, аспаннан сал барып, Сейфуллин Жолбарыс болып түсе қалды. Керемет, бұл осындай халықтың сүйіктісі, сүйкімдісі, танымалы болып кетті дейді. Осы танымалдыққа сен жеткенге дейін жолың 25 жыл келе жатырмыз. 25 жылдан бері бәрі сондай бір тап-таза жолың абашық, әппақ болды ма?
бір ең бірінші кедергі жаңағы жеке әнші болып келдім ғой Алматыға. Ол кезде естеріңде бар шығар. Золотой диск деген болатын ғой. Ол кәдімгі қазіргі гәкку дауысы деген сияқты да. Уровені жаңағы сондай. Соған бәрінің әндерін өткізіп жатыр. Мен де өткізіп көрейінші деп бардым. Енді жас қанаттан бірінші орын алғам, лучший композитор болдым. Халықаралық Азия дауысында дипломант болдым. Енді конкурстардан өттім ғой талай. Сөйтіп жаңа золотой дискке келсем, әніңіз брак дейді маған. Есімде қалып. Не формат деп тұр ма? Не формат деп басқалардың әнін тыңдасам, енді Құдай өзгерсін, менікінен бетер аналардың әндері. Менікін жаман дейін десем, аналардікі менікінен бетер. Качествосы да, жаңағы аранжировкасы да бәрібір жетісіп тұрған ештеңе жоқ. Сонда бір жылағаным бар кәдімгідей. Оны Медеу Арынбаев көрді сол жылағанымды. Себебі маған қатты тиді ол. Енді ондайлар көп болады екен сөйтсем, ол содан кейін әлі қаншасы болды ғой. Ондай кедергілер, Жеңіс өзің білесің, кедергілер. Маған десең 45 жыл жүрсең де кедергілер қалмайды екен ғой. Сахнада 50 жыл жүрсең де. Мик Джаггер деген Rolling Stones деген группаның әншісі айтты ғой, кедергі деген сопровождает тебя всю жизнь. Ол кедергі әлі де бар, бола береді. Жеңіс әрине ол бірден ештеңе болған жоқ. Енді ең бірінші кедергі, енді ол кезде бәріміз сондай ақ, ол кезде ең бірінші кедергі 90 жылғы кедергілердің бәрінде халыққа белгілі кедергілер ғой. Енді басталып келе жатыр бәрі жаңағы. Бірақ бәрібір біз бақытты заманның балдарымыз, себебі біз Кеңес одағында да өмір сүрдік. Одан кейін егеменді Қазақстанды көрдік. Сондықтан енді егеменді Қазақстан болғаннан кейін қазір мысалға қазақ радиолары, қазақ канал арналар өте көп қой. Қазір рахат негізі. Армандайтын ештеңе жоқ қазіргі жастарға деп ойлаймын. Баяғыда қазақша интервью беретін программалар жоқ еді ғой. Орысша дайындалып, орысшамыз онша емес, әйтеуір армияда үйренген орысшамыз бар сәл-пәл. Енді кедергі жаңағы содан қалай тұрасың? Жаңа айтып отырсың, жыладым деп. Әрине ол жүрегің өтеді. Өйткені расында да сенің андай нәзік музыка шығатын жүрек әрине нәзік. Қалай көтерілесің? Кім шығарады сондай кезде? Сейфуллин жұлып шығара ма? Әлде Сейфуллинді қой Сейфуллин әрі қарай жұмыс істеу керек деп. Онда кедергіден кейін адамның қанаты қатаятын Сейфуллин ба? Әлде біраз сынып көтерілуі қиын Сейфуллин? Жоқ, ондай Құдай сақтасын, ондайым жоқ екен. Сынып біраз мен сол жерде жылап аласың. Сол жерде тарс, ертеңінде тарс уже басқа армандарым кетіп бара жатады уже. Басқа тіршілігім. Сондықтан мен ондай нем жоқ. Тәрбиеміз дұрыс шығар біздің. Мен ойлаймын сол әке-шешеміздің берген тәрбиесі дұрыс. Себебі біз одан да қиыншылық көргенбіз. Шын мәнінде ол. Мен енді білесің, жаңа Азия дауысы конкурсының алдында ағам қайтыс болды ғой, туған ағам 25 жасында. Ана сендей адам, сол ағам арналған ән ғой. Сол ағамның өлімінен кейін көп нәрсе маған қиын болмай қалды. Өмірде не болып жатса да, біреулер болмайды бірдеңені. Даже бір хороший хлопоты дейді ғой, орысша айтқанда. Соның өзін проблема болып жатады біреу. Үйді ремонт жасап жатырмыз, жаман қиналып кеттім деген сияқты. Біздің жақта үй жоқтар тұрмыз да бүйтіп. Үйі бар адам ремонт тұрып жатқан қандай рахат деп та мысалы. Сондай нәрселерге ағамның өлімінен кейін көзқарас өзгерді. 20-дағы баламын айтпесем сол кезде. Сол мен үлкейтіп жіберген сол ағамның өмірден өтіп кеткен кезі болды, 93 жылы. Сол жас қанатқа қатысар кезден бір 20-30 күн бұрын ағамның жаңағы 40-ына да қатысамай кеттім, шынымды айтсам. Бірақ соны шешем айтты, балам деді, сен 40-ына қатысқанда ол қайтып келмейді, балам, бар деді. Бірақ барма дегендер болды. Не аласың, қандай конкурс, ағаң өліп жатыр мына жақта. Не ол дегендер де болды. Олардың бәрін қазір жақсы есімде сақтап қалдым, олардың бәрін. Қазір ол керек болып отыр да, соның бәрі есте сақтап қалған дұрыс болды. Сондықтан ондайлар да болды. Бірақ шын мәнінде сол қайта сол ағамның рухына арнадым деп, сол ағама арнаған әнмен шықтым ғой. Сонымен шықтым. Сол әнмен көтерілдім. Былайша айтқанда сол ағамның өлімі өмірден өтіп кеткені Сейфуллинді көтерді десе де болады. Рухы көтерді деп айтамыз ба, не дейміз ба? Әруақтар қолдады дейміз ба? Әруақ қолдады дейміз ба? Қалған қиыншылықтар маған ол жаңағы автобусқа ақша жоқ еді деген проблемаларды. Рахат болып қалды ол проблемалардың бәрі.
Сондықтан оларды проблема деп есептемеймін. Жаңа өзің айтып жатсың ғой, бірден бола салдым. Әрине бірден болған жоқ, бірақ кедергілерге аса мән берген жоқпын. Шешем айтатыны бар ғой, тентектеусің ғой балам деп. Түсінікті, яғни өнердегі кішігірім кедергілерменен жаңағы неудача дейді ғой? Иә. Оның барлығы, яғни сенің өміріңе, жанұяңа ешқандай қырсығын тигізбейді ғой? Енді жоқ, қиналасың ғой, бәрібір жаңа бір программа өткізбей қойса, әніңді алмай қойса, сенікі жарамайды десе, бір гастрольдерге кіргізбей қойса, өзің әншісің, Жеңіс, түсінесің ол біздің жүрегімізге қалай тиетін. Бірақ жаңағыдай бәрібір өмірде не болып жатса да, бәрібір арт жағында жақсылық күтіп тұратын білем, соған сенем. Керемет қасиет. Өте керемет қасиет. Мүмкін сондықтан да шығар, сен осы күнге дейін 25 жылдың ішінде сен осы өнер деген мынау шауып келе жатқан бір не дейміз ғой, ағып келе жатқан не болса өзен, теңіз, соның ортасында қайнап жүруің, осы сенің сол мінезің шығар. Сен бір жағалауда қалып кеткен жоқсың, сен ағынмен келе жатырсың. Осы өнер деген үлкен ағында сен келе жатырсың, бір жағалауда қалып кеткен жоқсың. Ол жаңағы сенің өзіңе деген жаңа ұстанымың бар ғой, ағамның өлімінен кейін маған майда шүйда проблема болмай қалды дейді. Өте дұрыс қасиет. Көп нәрсеге не күлкіге айландыра саламын, себебі ұрыс болып жатқан жердің өзін күлкіге айландырғанды жақсы көремін. Қазір мысалы сен байқап отырмын, көзіңне бір жүрегіңе түскен ағаңды есіңе алып, мына гитара ойнаған өзінде де мына жақтан толғанып, көзіңе де бір түрлі болып отырғанын біліп тұрмын да, бірақ ар жағына күлкіге айналдырып отырсың. Ол өте жақсы қасиет. Әрине, осы дегенмен де танымал болып қалу үшін, осы танымалдықты ұстап қалу үшін қандай қасиет керек? Мен Жеңіс, танымалдық дегенге былай қараймын. Танымалдық, біз негізі музыка, кәсіби музыканттармыз, Жеңіс. Біз музыкальный училищеде оқыған балдарымыз. Біз кішкентай кезімізден жаңа музыка құмартып, музыкальный училищеге түссем деп армандап, соны оқып, мен әлі күнге дейін музыканы қуалап келе жатырмын деп ойлаймын. Танымалдық бар, жоқ, ол бізге ешқандай қатысы жоқ сияқты музыканттарға. Себебі біз басқа тірлігіміз жоқ біздің. Біздің осы музыканы ары қарай жалғастыра берсек, біздің күндегі жұмысымыз осы ғой. Күндегі еңбегіміз. Біреулер айтады, "О, анау бүйтіпті де қазір, болды, жағдайын жасап алды, енді не қылады өлеңде" деген әңгімелерді естимін да. Мен сахнаға ол қарнын тойдырып, үй салып, машина алу үшін келген жоқпын. Музыка деген кәсібім ол мен күнделікті сіздер шай ішсеңіздер, тамақ жейсіздер, күнделікті не жасаймыз? Бұл музыка менің күнделікті ісім. Күнделікті ісім тұрып, инструменттерді ұстамасам да ойымда бір идеялар келіп жатады. Сондықтан мен ойлаймын, музыка, өнер, ол жаңағы танымал болайық, танымал болмайық. Бір жігіт айтқан маған, атын айтпай ақ қояйын, бірақ оны дос деп жүргем, кейін дос болмай кеттік. Негізі сол сұрағында ойланып қалғам, осы дұрыс дос болмай деп, ақырында осы дос емес ау дедім. Себебі сұрағын қара. Сейфуллин дейді, мақұл сен қазір дейді, сені шақырады, бәрі жақсы көреді. Бір күні невостребованный болып қалсаң, не айналысасың дейді маған сұраққа. Невостребованный болып қалдың, не айналысасың дейді. Сол кезде бірақ өзіме өтірік қойып қойдым да, что-то мынаның сұрағы маған қатты, что-то дос болатын адамның сұрағы емес деп сол жерде қойып қойдым. Ақыр дос болмай кеттік. Мысалы, невостребованный болғанда қайтесің дейді. Оған бірақ былай жауап бердім мен. Бұл сұрағың дедім. Ракпен ауырып қалсаң қайтесің деген сұрақ қой дедім. Сондай сұрақ қоюға бола ма адамға? Адамның көңіліне қарау керек, жағдайын. Мен айттым, егер шын мәнінде келсек дедім, ничего страшного дедім, қайтадан музыкант аппаратымызды алып, қайтадан ансамблімізді алып, бәрі сол жүрген тойымда жүрмін. Қайтадан тойымда жүре беремін дедім. Атақты болайын, болмайын, менің кәсібім сол. Жоқ, менің қойып отқан сұрағым, сен сол неден түскен жоқсың ғой, жаңағы. Жоқ, Құдайға шүкір. Шүкір. Сондықтан да мен сұрап отырғаным сол. Яғни сен әрдайым ізденіс үстіндесің. Музыканы сүйгендік. Музыканы сүйгендіктен. Бірақ жоқ. Өзіңе ұнайтын музыканы шығарғандықтан, сенің музыкаңды ұнататын адамдар сенен алысып кетіп жатқан жоқ. Иә, әрине. Жас әртістерге қандай
ақыл айтар едің? Әрдайым сұрайды менен де келіп, жас жігіттер, қыздар әрдайым айтады, аға телефонмен де сұрайды, звондап біреулер, сізбен ақылдасайын деп едім деп. Рахмет ондайларға, мен риза боламын. Бірақ бәріне айтатын бірақ жауап сол. Кәсібіңді жақсы көрсең, егер сен оны шын жүректен, мысалға, әнші болам или жаңағы танымал болам деп бастама деймін да. Сен өзіңнің тіршілігіңдегі соның кәсіби маманы болам деп неқсаң, қалғанның бәрі өзі келеді деймін да. Менің жауабым осылай әрдайым. Қайтпа деймін одан кейін. Кедергілер көп болады, қайтпа деймін, болды. Енді Сейфуллин Жолбарыстың ең үлкен жеңісі, өзіңнің ең үлкен жеңісім деп не айтар едің? Жеңіс Ескакова десем. Сенімен таныстым, бұрын сені телевизордан көріп, ауылда көріп жататын. Ең үлкен жеңісім менің Жеңіс Ескакова. Жақсы. Ең қиын сәтсіздігің не деп ойлайсың? Енді олардың жіпке тігіп айтпай қойын, сәтсіздіктер көп болады. Бірақ тағы жаңағы ғой, бір сәтсіздіктің әдемі бір сәттілігі күтіп тұрады алдында. Соған талпынам. Керемет. Керемет. Яғни сен көңіліңде әрдайым жақсылықты күтіп, жақсыға ұмтылып жүретін баласың. Өте керемет. Осыны біздің жастарымыз білсе екен деп мен әдейі сұрап отырмын. Өйткені қазір көп жастар тез құлази салады, тез сына салады. Сондықтан да... Енді жаңа айтып отырмын олар. Бір-бірімен тез хабарласа салады. Сөйлесе салады, шет мемлекетте. Сағынып та үлгермейді. Сағынып та үлгермейді. Бір күн самолетте ұшып келе жатсақ, бір кісі қызын ұзатып келе жатырмыз. Алматыға түсе салып, Астанада қызын ұзатып, Астанадан Алматыға келдік та, телефонмен уже скайппен сөйлесіп тұрды қызымен. Сөйтіп маған сұрақ қояды да, Сейфуллин осы андай әндер шықпай кетті ғой, неге сондай әндер жазылмайды қазір дейді. Қандай әндер десем, әй бөпем кейін қалған елімді-ау, көрер ме екем ау. Мен айтамын ғой, аға кайып шықсын деймін да. Сіз уже сөйлесіп тұрсыз ғой, әй бөпемді айтатын адам. Ол сондықтан шықпайды, сондықтан жаңағы жастарда сондай. Бәрі тез да қазір. Бәрі тез. Енді өте ризамын саған. Рахмет жеңіс. Бірақ тағы да осы мен сені білемін. Бірақ мені көрермендер үшін, көрермендер сенен үлгі алу үшін, жастар сенен үлгі алу үшін әдейі қоямын осы сұрақты. Кезінде сен әнші композитор болып шықтың. Тіпті біздің бір әріптесіміз айтқан, Сейфуллин бар ғой, әнді өзі жазады, сөзді өзі жазады, аранжировканы өзі жасайды, сведенияны өзі жасайды, тәңінелет деген. Жақсы көргеннен да? Елес деген тамада жекті білесің ғой, балымызда. Сол айтқан. Сейфуллин әнін өзі жазады, сөзін өзі жазады, аранжировкасын өзі істейді, студияда жұмыстың бәрін өзі істейді. Бәрін өзі айтады, бірақ өзі тыңдайды дейді. Жоқ, сені халық тыңдайды. Ол енді әшейін қалжың болсын деген шығар. Бірақ бір кездері біздің осы Қазақстанға белгілі ақындарымыз, біраз пресса, ақпараттық желілер Сейфуллиннің әні жарайды енді, ол әнші композитор шығар, бірақ ол ақын емес қой. Сейфуллиннің сөздері немене бәле деген бір, тіпті сені бір бағдарламаларға шақырып, ортаға салып алып, үлкен болса, ағаларымыз тіпті қатты сөздерді айтты. Жеңіс, ол кезде себебі комментарий жазатын инстаграмы жоқ та, сондықтан шақырып алып бетік айтады. Жоқ, сонда бар ғой, менің жүрегім ауырды, иә? Соны бағдарламаға шақырмай-ақ, Сейфуллин айналайын бері кеш, мен сені ақын ағаңмын. Осы жерде сен жөндеп жіберейік та, осылай десең қалай болады деп. Ондай ағам да болды. Ерандайып деген ағамыз мысалы шақырып алып, үйіне шақырып алып тұрып, ке мынаны бүйтеміз, мынаны былай жазамыз. Ал енді сол сәтте бүкіл халықтың алдына Сейфуллин Жолбарысты ортаға алып келді де жықты. Сен ақын емессің, сен таста, өлең жазба деп. Шын мәнінде мен ақын емеспін ғой. Негізі әлі біздің Қазақстанда бөліп аламай жатыр да. Композитор, песенник дейді біз сияқтыларды. Біз, ол ақын болып, біз бір поэзия, бір жаңағы не жазайын деп отырмыз, бір элегия жазайын деп отырған жоқпыз ғой. Біздің ойымыз жағымды сөздер, есте қалатын сөздер, бірақ бәрібір жаңағыдай не болмау керек та, пошлый болмау керек. Цензура дейді. Цензура кішкене бәрібір тәрбиелік немізді көрсету керекпіз.
жаңағы біздің енді бір ағамыз айтып еді, саған біз қанша сөз жазып жатырмық, өзің жазған әндерің что-то известный болып кетіп жатыр ғой деп. Сол сияқты бұл біз әнге жазатын, бұл біздерді даже ақын деп те айтпайды негізі. Поэт песенник дегенде қалай аударуға болады? Песенник, иә. Поэт песенник дейді. Біздерді сондаймыз, ол ақын. Жоқ, енді соны сол ана ағаларыңның жаңағыдай төмпешінен кейін ол да мысалға, мысалы мен сенің анаңның орнында болсам, жүрегім ана жерде жарылып қалар еді ше. Жаңағыдай апамның да мықтылығы ғой енді. Баласын ортаға салып алып, ондай ақындар, сен ондайсың, сен мұндайсың деп жатқан. Сонда солай кезде көңілің түсіп, сондай бір сәтсіздік сезініп қалған кезіңде өзіңді қалай алып шықтың? Сондай қиындық па? Сол кездегі Сейфуллиннің көңіл күйі қандай болды? Иә, ол енді жазбаймын, аттасын әлет деген кез болды ма? Жоқ. Или ерікскен деме? Мен жазбаймын деп ол жерде де айтқан жоқпын. Болды, сіздердікі дұрыс, жазбаймын деген жоқпын. Мен бір ағама былай айттым: аға дедім, енді не істейін енді, сіз айтты деп енді чемодандарымды жинап ауылға қайтып кетейін бе дедім. Никогда қайтпаймын дедім. Енді ол бірақ ағаларымыздың жақсы сөздерін тыңдаймыз ғой, жеңіс. Бәрібір әдемі сөздер де болды, ол жерде былай әдемі сындар болды да, сынның да бір сыны болады ғой, дұрыс айтылған сын. Мен ол сындарды қабылдадым, жөндеуге тырыстым, кітапты да кішкене көбірек оқуға тырыстым, одан кейін абайлайтын болдым, оның да көмегі тиді маған. Ол жағынан да жақсылық жағы шықты. Содан кейін Құдайға шүкір, қазір өзің білесің, ешқандай ағаларымыз көрсе мені құшақтап, айналайын Сейфуллин ініміз келе жатыр деп қарсы алады. Біреуі, әлі жазып жүрсің ба деген ешкім жоқ. Құдайға шүкір. Яғни сынды көтере білу керек дейсің. Әрине. Сол сыннан жақсы өту керек. Негізі менің бағдарламам осы сен сияқты жеңімпаздарменен бөлісіп, рахмет. Сенің артыңнан келе жатқан жас буын әріптестеріңе үлгі болсын, қиындықтан осылай Сейфуллин сияқты өтсін, болмаса сынды дұрыс қабылдай білсін деген ойдан жасалып отқан бұл дүние. Енді тағы бір сұрақ: әр адам бақытты болғысы келеді. Сен өзіңнің айналаңдағы ең бақытты адам кім деп ойлайсың? Құдайға шүкір, бақытты адамдар көп қой негізі. Бір екеу деп айта алмаймын, көп бақытты адамдар. Мысалға, Роза Қуанышовнамен кездесіп қалсақ, Роза Рымбаеваның өзіне де постоянно айтамын да, бақытты әйелсіз ғой, не айтып отырсыз деп. Сол сияқты бақытты адамдар көп, Роза апамыз сияқты. Өзімнің апамды да бақытты, шешемді бақытты деймін. Соны естігім келген. Шөбере көріп отыр, немере көріп отыр, қаншама тіпті кейбір немере шөберелердің аттарын да білмейді, шатыстырып жібереді уже. Соған қарап отырамын да, ол да бір бақытты адамның белгісі шығар. Мен айтар едім, мен осы жауапты күткен едім, алдым. 90-ға келіп отыр. Иә, Алла өмір берсін анамызға. Аумин, иә. Сейфуллин Жолбарыс сияқты ұлы бар. Өзі кішкентай қана туған баласының жүрегі үлкен. Ой, күні көрсады ол, сен отырсың ба, үйде Сейфуллин балам бар деп, күні көрсады маған. Осы анамыз бақытты, сондықтан да дұрыс айтасың. Анасын бақытты ете білген мысалға балалары. Менің інім бар да, скорыйда істейді, скорый помощьта істейді, жедел жәрдем дейді ғой. Сол келіп, кәдімгі укол салып, қасында отырады да, немересі ғой. Соған бірдеңелерді, әңгімелерді айтып отырады. Сыртынан бақылаймын да, таңғалетінен немересі де бақытты деймін да, өзінің әжесіне укол салып, сол жерде апа мынандай береді, мынандай күш береді. Өзінің немересінен жаңағы не дейді? Система. Өзінің немересінен система алып жатқан адам, мен айтамын, не деген, ол да бір бақыт қой. Әрине, ең бақытты өзінің немересі. Сенің айналаңдағы, сенің анаң. Музыкасы қасында, дәрігері қасында. Иә, айтқаның келсін, иә. Бақыты қасында, бала-шаға, немерелер алайым, ғұмыр ұзағына болсын. Не үшін құрбан болар еді? Енді менің әкем соғысқа барған кісі ғой, бірақ жарадар болса да қайтып келді. Бірақ сол отан үшін жанын қиюға барды ғой. Мен де ойлаймын, отан үшін жанымды қиямын. Сенің, әрине, ол отанның ішінде сенің өзің, жанұяң, атаның, бала-шағаң. Бәрі соның ішінде ғой. Отанның ішінде ғой бәрі. Сен нағыз патриот жігітсің. Рахмет.
әкемізге рахмет. Иманды болсын, жатқан жері жарық болсын. Осындай қылып ұлды тәрбиелеген. Ал осы өмірде неден қорқасың? Шынымды айтайын ба? Әлі күнге дейін қараңғыдан қорқамын. Шынымды айтайын. Әлі күнге дейін қараңғыдан қорқамын. Әр жерлерін свет жақпай далаға шығып жоқ. Қараңғыдан қорқамын. Басқа ештеңеден қорықпайсың? Басқа ештеңеден қорқамын. Құдайдан қорқамын әрине. Алладан қорқамын бірінші. Жаңағы жағы бар, қараңғыдан әлі қорқамын. Сен өзіңді мықты композитормын деп санайсың ба? Жоқ. Жеңіс, бұл жерде де біздің кәсіби музыканттығымыз көмектеседі. Біз не деген мықты күніге мықты музыканттарды тыңдап, соларды іздеймін. Жақсы инструменталистер, композиторлар. Не деген композиторлар бар? Жеңіс, Құдайдан берілген не деген бір табиғи, енді мысалға классикалық композиторларды алатын болсақ, отырады да, мен мысалы сондай композиторларға таң қаламын. Әлі күнге дейін таң қаламын. Ондай бізде де бар, Қазақстанда да бар, басқа елдерде. Отырады да, ойындағы музыкасын, мысалы партитура дейді ғой, білесің ғой? Бір оркестрге партитура жазған адам көрсе, таң қаламын да, не деген бақыт мынау. Өзің ойлашы, басында естіп жатады да бәрін. Бұлай ойнап та көрмейді ол инструменттерді. Басында естіп жатады да, партитурасын бұлай дәптерге сол бүкіл оркестрдің скрипка не ойнап жатыр, контрабас не ойнайды, виолончель не ойнайды, треугольник не ойнайды, мына жерде литавр не ойнайды, соның бәрін жазады да мысалға. Міне мықты композиторлар. Біздікі енді, мен ойлаймын, біз жаңағы поэт, песенник, композитор, песенниктарымыз ғой біз. Крупный форма жазбаймыз. Дұрыс, композитор, песенникпін. Бірақ әйтеуір Құдайға шүкір, бір әніңді ел айтса да, мысалы, мен ең жек көретін сұрағым, қаншаны жазасың дейді. Цифрын сұраған адамдарға таң қаламын да. Мен демек ол 500 ән жазсаң да, бір әніңді адамдар білмейтін болса, ол 600 мың әннің не керегі бар ол? Бір әнің болса да, елге танымал бір әнің болса, ел білетін, жұрт әншілер айтатын, елде қосылып айтып кететін бір әнің болса, мен ойлаймын, тоже нормальный композитор. Өте дұрыс. Сен жаңа мен саған тағы да ризашылығымды айтамын. Орыста мақал бар ғой, все великое просто дейді, мен саған қарап отырып, жаңа сазгерлігіңе сұрақ қойдым, сен жоқ дедің. А мен айтар едім саған, сен мықты сазгерсің. Сенің бір хафиз туындыңның өзі сені тарихта қалдырды. Бір хафиз. Ал қаншама әндерің бар. Сондықтан да кешіріңіз. Сіз мықты сазгерсіз. Тарихта қайтеміз жеңіс, аман жүрекші. Тарихта қойыңыз. Келгеніңе рахмет. Бізде қонақта болған. Көкшетау ортасынан көрінбесе де жақсы естілетін Сейфуллин боласыз. Тәттілік.